Қайырлы күн достар. Бүгін өте жұмсақ болып пісетін бауырсақ дайындаймыз. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге 5 ас қасық қант және 5 ас қасық ұн қосамыз да, және де құрғақ ашытқа қосып, бетін жауып, жылы жерде қойып қоямыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне менің апарам дайын. Енді осыған май қосам, ертілген, және де жұмыртқа, тұз қосып араластырып аламыз. Егер бауырсағыңыз тәттірек болсын десеңіздер, 2 ас қасық тағы да қант қосуға болады. Егер ондай қатты тәтті болған ұнамаса, онда қоспауға да болады. Алдын ала өлшеп, сетадан өткізіп дайындап қойған ұнымызды осылай біртіндеп сала отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, жылы жерде қалдырамыз. Біздің қамырымыз міне көтерілді. Енді бір басып, тағы да бөлме температурасында екінші рет көтерілгенше қалдыратын боламыз. Екінші ретте міне қамырымыз керемет болып көтерілген. Енді осы қамырымызды алып, оқтаумен жаятын боламыз. Бауырсақтарымды осылай ойып шықтым, және де 15-20 минутқа бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз. Кейін қызып тұрған майға бауырсағымызды салып, үзбей осылай араластырасыздар. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, міндетті түрде дайындап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.